Біздің депутаттық сауалымыз премьер-министр орынбасарына Сұлтановқа арналады. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың 2022 жылғы 11 қаңтарда парламент мәжілісі отырысында сөйлеген сөзінде РОП операторы компаниясының қызметі сынға алынған болатын. Осы жекеменшік компанияның қызметі тоқтату туралы тікелей тапсырма берілді. Әрі ең бастысы кәдеге жарату және кәдеге жарату алымын жинану жөніндегі функцияларды мемлекетке орындауға тиіс екені атап көрсетілді. Ақ Жол фракциясы бұл шешімді түбегейлі қолдайды. Біздің фракциямыз 2017 жылғы 20 қыркүйекте премьер-министр Сағынтаевтың атына жолдаған депутаттық сауалда РОП операторының құқықтық мәртебесі және ол жинайтын ақша қаражатын мәртебесі туралы мәселені көтерген болатын. Біз шын мәнінде бұл салық екенін атап көрсеткен едік, бірақ неліктен екен түсініксіз жекеменшік тәртіптен әрі аталған салыққа бюджетті айналып отырып жеке пайдалануда. Біз РОП оператор құру кезінде акционер үкімет болуға тиіс деген мәселені көтердік. Өкінішке орай, сол кезде біздің сөзімізді ешкім құлақ аспаған еді. Бүгін біз тауарларды міндетті таңбалау, яғни маркировка мәселесін көтеруге мәжбүрміз. Ақ Жол фракциясының депутаттары 2018 жылы тауарларды таңбалау туралы келісімде ратификациялауды қолдамады. Сонымен қатар, біз Евразиялық экономикалық одақ комиссияның алаңында таңбалауға жататын тауарлар тізбесін негізсіз кеңейтуді қайта қарау талабымен үкімет атына 2 рет хат жолдадық. Тауарларды таңбалауды шын мәнінде халықаралық практикада қолданатындай көлеңкелі заңсыз тауарлармен күресу тегі ретінде акцизделетін тауарлардың тобы үшін ғана қолдану керек екенін атап өттік. Біздің фракциясы үкіметтің назарын міндетті таңбалауды енгізу туралы тауарлардың мен тамақ өнімдерінің қымбаттауына алып келетіне бизнес үшін есептелікті едеулі проблема әкелетіне аударған болатын. Шенеуніктер бізді бұл болмайды деп сендірген, бірақ өткен жылы пилоттық жоба таңбалаудың енгізу сүт өнімдерінің 35%-ға қымбаттауына алып келген көрсетті. Соның нәтижесінде олар одан бас тартты. Бірақ аяқ киім үшін таңбалауды енгізді. Сондықтан көптеген аяқ киім дүкендеріне жұмысын тоқтап қалу қауіпті төніп тұр. Кәсіпкерлер бағаны 20-25%-ға өскенін айтып отыр. Бұл жалпы инфляцияға үлесін қосуда. Басқа тауарлар үшін де таңбалауды енгізу кезекте тұр. Мәселен, үкімет 2020 жылғы 10 қыркүйектің нөмір 563 қаулысына сәйкес тоқыма өніміне, су мен сусындарды, дәрілік заттарды таңбалауды енгізу мерзімде белгіленген. Алдағы уақытта басқа да өнімдер жоспарлануда. Естеріңізге сала кетейік, 2020 жылғы 19 мамырда президент Қасым-Жомарт Тоқаев жоғары Еуразиялық экономикалық кеңестің отырысында тауарларды міндетті таңбалауды енгізуді кейінге қалдыруды және бұл мәселені анағұрлым мұқиятты зерделеуге ұсынған болатын. Алайда үкімет оны енгізуді жалғастыруда. Сонымен бірге, мемлекет енгізген кез келген міндетті төлемдер өзінің табиғаты бойынша салық деп есептелуге тиіс. Мысалы, алкоголь мен темекі өнімдерін арналған дәл сол акциздік маркалар оларда нарықтың ашықтығын қамтамасыз етуге бағытталған. Осыған байланысты Ақ Жол фракциясы мемлекет атынан енгізілген міндетті төлемдер шын мәнінде салықтар неліктен жекеменшік компанияға таңбалау операторына келіп түседі деген сұрақты қайтадан көтеруге мәжбүр. Мәселен, тауарлар таңбалау мен қадағалаудың бірыңғай оператор болып 49% жекеменшік құрылымдарға тиесілі Қазақтелеком акционерлік қоғамы айқындалған. Бұл жерде мемлекет басшысы төлемдерге қатысты мәселені басын ашып, олардың жеке тұлғаларға емес, мемлекет түсуін қамтамасыз ету тапсырған. Қажетті жарату алыммен және РОП операторын еріксіз салыстыруға тура келеді. Жоғарыда айтылғандың негізінде Ақ Жол фракциясы бірінші ұлттық экономика мүдделерін қорғау мақсатында Евразиялық экономикалық комиссияға таңбалауға жататын тауарлар тізбесін кеңейтуге тоқтаттыру туралы ұсыныс енгізуді. Екінші, тауарларды таңбалауды енгізу тұтыну нарығын бағаның өсуін қатар жүретін жерде одан бас тартуды. Үшінші, таңбалауды операторын функцияларын мемлекеттікке беру және тауарлардың таңбалаудың қаражатын ел бюджетіне түсуіне қамтамасыз етуге сұрайды. Құрметпен Ақ Жол фракциясының депутаттары. Рахмет.